Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 3-ші сынып, бөлім атауы атақты тұлғалар. Сабақтың тақырыбы Шоқан мен мүсінші бала. Сабақтың мақсаты: мәтіндегі айтылған ойды түсіну, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру, тірек сөздер көмегімен мәтіннің мазмұнын жазу, айтылуы мен жазылуы өзгеше сөздерді дұрыс қолдану. Бүгінгі сабағымызда меңгерілетін жаңа сөздерге көңіл аударайық. Мүсінші, скульптор, танымал, известный, әлем, мир. Мүсінші, танымал, әлем. Жіктік жалғауын жалғап көрейік. Мен мүсін жасаймын. Сен мүсін жасайсың. Сіз мүсін жасайсыз. Ол мүсін жасайды. Сөздік қоржынымызға тағы да сөздерді салайық. Бүгінгі өтетін сөзіміз танымал. Танымал сөзі атақты, белгілі дегенді білдіреді. Танымал, атақты, белгілі. Әлем, дүние жүзі, жер жүзі, әлем. Дұрыс жаз айдары бойынша тұңғыш, мүсінші сөзін дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Оқылым әрекеті. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Шоқан дарынды балаларды жақсы көретін. Оларға көмектесетін. Шоқан жазғы демалыста ауылға келгенде мүсінші бала мысықпен танысты. Шоқан мысықты Ресейге оқуға алып кетеді. Мысық өскенде әлемге танымал, атақты мүсінші болады. Оқулықтағы бірінші тапсырмаға қараңыздар. Сұрақтарға жауап беріңіз. Шоқан жазғы демалыста қайда келді? Шоқан ауылда кіммен танысты? Шоқан мысыққа не үшін көмектесті? Осы сұрақтың жауаптарын мәтін бойынша анықтаңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауабымен тексеріңіздер. Шоқан жазғы демалыста ауылға келді. Шоқан ауылда мүсінші бала мысықпен танысты. Шоқан мысыққа дарынды бала болғандықтан көмектесті. Сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс деген ойдамын. Келесі тапсырма айтылым әрекеті. Тірек сөздерді пайдаланып, өз сөзіңмен сөйлемдер құра. Тірек сөздер: жазғы демалыс, дарынды бала, жақсы көру, көмектесу. 3-ші тапсырма. Мәтінді рөлге бөліп оқыңыздар. Мына мүсіндерді кім жасады? Мен жасадым. Керемет! Сен атақты мүсінші боласың. Оқуға барасың ба? Әкем де жоқ, шешем де жоқ. Қалай барамын? Қорықпа мысық, мен саған көмектесемін. Шоқан мысықты Ресейге өзімен бірге алып кетті. Кейін мысық әлемге танымал мүсінші болды. Ал балалар, оқыған диалог бойынша сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Диалог кімдер арасында жүріп жатыр? Шоқан балаға не айтты? Мысық болашақта кім болып шығады? Автордың сөзін анықтаңыз. Автордың сөзі қай сөйлемдер? Тапсырманы орындап болсаңыздар, өздеріңізді тексеріңіздер. Диалог Шоқан мен мысықтың арасында жүріп жатыр. Шоқан балаға атақты мүсінші боласың. Оқуға барасың ба деп айтты. Мысық болашақта
әлемге танымал мүсінші болып шығады. Автордың сөзі: Шоқан мысықты Ресейге алып кетті. Кейін мысық әлемге танымал мүсінші болды. Иә балалар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс деген ойдамын. Төртінші тапсырма: тиісті сөздерді қойып жазыңыз. Керекті сөздер: танымал, мүсінші, мүсін, мысықпен, Ресейге. Шоқан ауылға келгенде танысты. Мысық жасайды. Шоқан мысықты алып кетеді. Кейін мысық болады. Керекті сөздер мен сөйлемдерді толықтырыңыздар. Тапсырманың дұрыстығын тексеріңіздер. Шоқан ауылға келгенде мысықпен танысты. Мысық мүсін жасайды. Шоқан мысықты Ресейге алып кетеді. Кейін мысық танымал мүсінші болады. Жарайсыздар балалар, сіздердің де жауаптарыңыз дұрыс деп сенемін. Бесінші тапсырма айтылым тапсырмасы. Тыңдалған мәтіннен түсінігің бойынша, жоспар бойынша түсінігіңді айтып көр. Танысу, мүсінші бала, дарынды балаға көмек, мысықтың болашағы. Жоспар бойынша жауаптарыңызды дайындап айтыңыздар. Келесі тапсырма 6-шы тапсырма. Дәптерлеріңізді ашып, Шоқан мен мысықты сипаттап жазыңыз. Бірінші бағанға Шоқан, екінші бағанға мысық. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызда Шоқан мен мысық арасындағы байланысты, Шоқанның мысыққа көрсеткен көмегін, мысықтың атақты мүсінші болғандығы туралы біраз мәлімдемелер алдыңыздар. Иә балалар, мүсінші бала мысық өте дарынды, талантты бала. Оның талантын, дарынын байқаған Шоқан Ресейге апарып, оны оқытып, көмек қолын созды. Мысық атақты мүсінші болды. Жарайсыздар балалар, бүгін барлықтарыңызда сұрақтарыңыздың жауаптарын алды деген ойдамын. Алдарыңызда смайлик берілген. Рефлексия. Барлық тапсырмаларды дұрыс орындадым. Жасыл түсті. Кейбір сұрақтарға жауап бере алмай қалдым. Көк түсті. Әлі де дайындалуым керек. Қызыл түсті таңдаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.